Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды апта бойы алғашқылар қатарында біліп отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Жаңбыр найзағай 31 тамызға арналған ауа райы болжамы. 31 тамызда еліміздің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады деп хабарлайды Бақа.кз тілшісі Қазгидрометр МК-ге сілтеме жасап. Синоптиктердің мәліметіне сүйенсек, атмосфералық фронталды бөліктердің өтуіне байланысты найзағай ойнап жаңбыр жауады. Республиканың батысы менен оңтүстік шығысында антициклон сілтемесінің әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Жалпы өңірлерде желдің екпіні ауылу жиі тіркеледі деп күтілуде. Солтүстік батыста, солтүстігінде және де орталықта түнде және де таңертең тұман болады деп болжанып отыр. Абай, Ұлытау облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Атырау облысының орталығында, оңтүстік шығысында, солтүстік шығысында, Маңғыстау облысының орталығында, Қызылорда облысының солтүстік батысында, орталығында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Алматы өңірінің батысында, солтүстігінде, орталығында, Шығыс Қазақстан облысының батысында, Қарағанды облысының батысында, Жетісу облысының солтүстігінде, Қостанай өңірінің оңтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, орталығында өрт қаупі жоғары болады. Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында, Ұлытау облысының оңтүстігінде, Абай облысының батысында, солтүстік батысында, оңтүстігінде, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.